Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен Ғабит Мүсіреповтің «Ұлпан» шығармасының қысқаша мазмұнын айтатын боламын. Ғабит Мүсіреповтің «Ұлпан» романы қазақ даласындағы өмірді, ел басқару жүйесін, салт-дәстүрді және сол қоғамдағы әйелдің орнын кеңінен суреттейтін тарихи шығарма. Роман нақты бір кезеңді ғана емес, тұтас бір дәуірдің рухын көрсетеді. Ал ендеше мен бастайын. Шығарманың басты кейіпкерлерінің бірі Есеней деген жігіт. Есеней отбасылы, 2 баласы бар. Бірақ та оның 2 баласы да шешек ауруынан қаза табады. Содан соң әйелі бедеу болып бала көтере алмайды. Есеней екеуі ажырасады. Солай жүрген кезінде Артықбай деген батырдың үйіне қонақтыққа барады. Сол үйден 4 жасар ойнап жүрген кішкентай қызды көріп қалады. Ол біздің басты кейіпкер Ұлпан. Содан соң арада өте көп уақыт өтеді. Ұлпан бой жетеді, ал Есеней қартаяды. Сол уақытта екеуі кездесіп қалады. Есеней оның ақылдылығына, даналығына, сұлулығына ғашық болып қалады. Содан соң Есеней Ұлпанды екінші әйелдікке алады. Романда Ұлпан бейнесі арқылы жазушы қазақ әйелінің рухани күшін, ішкі еркіндігін көрсетеді. Ұлпан билікке ұмтылмайды, атақ іздемейді, бірақ оның сөзі мен ісі халыққа шын мәнінде пайдалы болады. Сондықтан ел оны құрметтейді. Ұлпан ел анасына айналады. Содан соң Ұлпанның Біжікен есімді қызы дүниеге келеді. Ал Есеней болса қарттықтан қаза табады. Біжікен де бой жетіп, Торсан есімді жігітке тұрмысқа шығады. Біжікен Шоқан есімді ұлды дүниеге алып келер уақытында дүниеден өтеді. Содан соң нағыз жанжал басталады. Есеней де Біжікен де қайтыс болғаннан соң Торсан есімді күйеу балалары Есенейдің барлық байлығы өзіме қалды деп елмен араздасады. Ұлпанға күн көрсетпейді. Қысқаша айтқанда, Торсанның ең әуелгі мақсаты осы байлыққа қол жеткізу болатын. Торсаннан азап пен қиыншылық көрген Ұлпан өз-өзіне қол жұмсап, у ішіп өледі. Сол уақытта Ұлпанның ең соңғы айтқан сөзі «Маған жасағаның өзіңнің алдыңа келсін» дейді. Содан соң Торсанның ұлы Шоқан да қайтыс болады. Бұл қайғыға шыдай алмаған Торсан өз-өзіне қанжар сұғып дүниеден өтеді. Бұл шығарма үлкен трагедиямен аяқталады. Романның ең маңызды ойы нағыз күш байлықта да, қаруда да емес, ақыл мен адамгершілікте екені Ұлпан осыны өз өмірімен дәлелдейді. Қорытындылай келе, Ұлпан әйелдің әлсіз емес екенін, ақыл мен сабыр арқылы үлкен өзгеріс жасауға болатынын көрсететін шығарма. Бұл роман әйел тағдыры туралы, ел басқару мен әділдік жайлы, қазақ рухы мен парасаты туралы терең туынды. Құрметті көрермен, бүгінге осы. Маған тіркеліп, лайк басып және пікір жазуды ұмытпаңыздар.